Иә, сонда атам қазақтан сөз қалмаған дейміз. Абай данышпан хакімнен сөз қалмаған дейміз. Абай атамыз не деді? Қазақтың бір мақалдары бар дейді. Қайдан шыққаны белгісіз, кім шығарғаны белгісіз. Біздің жауларымыз шығарды ма? Атың шықпаса жер өрте дейді. Соның бірден бір бірегейі қазір көп айтып жүр. Соны атақты адамдардың аузынан естіп жүрмін. Атыңды сат, тоныңды сат, жатарыңда тойып жат дейді. Оның қазақтың мықты неше түрлі қылжақпас жақсы жігіттері бар. Олар оның байыбына барып түсінбейді. Мен сол жігіттің аузынан естіп жағамды ұстадым. Құдай сақтасын дедім. Осыны осы жерде тоқтат дедім. Ол не деп айтты десеңізші? Атыңды сат, тоныңды сат, қатыныңды сат дейді. Жатарыңда бір тойып жат дейді. Мен айттым, Құдай сақтасын, осы сөзің осы жерде қалсын. Енді оған біреулер қосып алуы мүмкін. Жеріңді сат, еліңді сат десе сіз не бетіңізді айтасыз? Айтпасында кім кепіл? Сондықтан ел алдында жүрген азаматтар ойланып сөйлеңіздер. Атағым бар екен деп, тілім бар екен деп, түрім бар екен деп ауыздарыңа келгенде өз ойларыңызбен айта бермеңіздер. Әр нәрсені байыбына барып айту керек. Байыбына бармай бағалама дейді. Бұл мақал қазақтың түбіне жетеді. Көрдіңіздер ме? Таза түбіне жетеді. Ертең сен атыңды сатсаң, тоныңды сатсаң, үйіңді сатсаң, сен далада жатасың ғой енді. Бұлай да қазақтар үйсіз далада жүр. Жерді саттық. Құдай сақтасын, енді елді сатса не болды енді? Бір тамақ үшін. Не бір қилы замандар өткен ата бабамыздың басынан. Олар ондай мақалды айтпады. Бұны кімдерге қаратып айтса болады? Жатарында тойып жат деп. Жатарында емес, күзетке шығарда деп айтса болады. 100 қазақтың біреуі мал күзеткен шығар енді баяғы заманда. Жылқышылар, иә? Олар енді түнде суықта далада жүргеннен кейін оларға тамақ ішу керек, қазы жеу керек тоңбау үшін. Соларға айтса болады. Ал бұл сізбен маған айтылмаған. Өйткені біз кешке дейін көлікте жүреміз, таксовать етеміз. Кешке дейін компьютерде отырамыз. Қимыл жоқ, қозғалыс жоқ. 3 уақыт тамаққа нығалып тойып аламыз. Содан кейін асқазан, өт, бауыр барлығы кетеді. Міне қазақтың түбіне жететін мақал осы. Атыңды сат, тоныңды сат, қатыныңды сат, жеріңді сат, үйіңді сат деген нәрсе бұл біздің жеткен жеріміз болды. Егер осымен адам кетсе, қазақ қош бол қалқам көргенше дейсің. Әр қазақ менің жалғызым. Қазақтың дені сау болу керек, бай қуатты болу керек. Ал дені сау болу үшін ол салауатты өмір салтын ұстану керек. Бабалардың жүйесін ұстану керек. Ешқандай қазақ атам түнгі 12-1-3-те тамақ ішіп жатқан жоқ. Міне дәл қазіргі уақытпен айтатын болсам, ақшам намазы кешкі 7-тен кете кіреді. 7 деп айтайық, иә? 7-де малын жайғап, үйге кірген атам қазақ. Ал ол 8-ге дейін кешкі тамағын ішіп алған. Ар жағында 2-3 сағатты қоссақ, 10-11-ге дейін адамның тамағы қорытылып, асқазан бәрі жеңілдеп қалған. Міне осылай жасаса болады. Ал қазірғылар өз тойдан келеді. Түнгі 12-де. Содан кейін жатарыңда тойып жат деп жаңағы мақалды есіне түсіреді. Түнгі 1-де, 2-де қайтадан үйге келіп, шай ішейік деп тамақ ішеді. Осыдан кейін қазақтың ден саулығы кетті. Ал Абай атам тағы айтқандай, сәулесі бар жігіттер бір ойланар. Бұл көпшілікке айтылмаған, сәулесі бар адамдарға айтылған сөз. Сондықтан сәулесі барлар ойланыңыздар. Суға түсіріп біреу кетті. Психологтар бізді ажырастырып, ол кетті, отбасыларын бұзып. Енді түнгі 1-2-де 3-те тамақ іштіріп, тағы біреу кетсе, жеріңді сат деп біреу кетсе, еліңді сат дейді. Сонымен қош бол қалқам көргенше, қайтайын алып келгенше дейсің. Алла жар болсын барлығымызға.